Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Ендігі видеоларда мен қазіргі қоғамдағы өте өзекті мәселе үй алу, оның ішінде отбасы банктегі ипотекалық бағдарламалар туралы айтатын боламын. Сол үшін каналға тіркеліп, лайк, комментарий қалдыра кетуді ұмытпаңыздар. Көпшілігін қуантқан өте бір жақсы жаңалықтардың бірі ол 9-20-25 бағдарламасы шығатыны жайлы. Бүгін осы бағдарлама туралы толығырақ сіздерге түсіндіретін боламын. Ең басында 9-20-25 кейінірек бұл бағдарлама отау деп өзгертілді. Көпшілік шатастыруда екі бағдарлама шығады ма деп. Алайда жаңа айтқандай тек шарттары мен атауы өзгертіліп, екеуі бір бағдарлама болып саналады. Бұл бағдарламаның алғашқы жарнасы 20%, яғни алатын үйіңіздің 20%-ын есептеп қоюыңыз қажет болады. Егер де ұтқан жағдайда сыйақы мөлшерлемесі 9%, ал берілу уақыты ең басында 25 жыл болған, қазір 19 жылға дейін өзгертілді. Жас мөлшері алғашында тек қана 35 жасқа дейін жастар қатысатыны айтылса, кейінірек 18-63 жас болып өзгертілді. Сондай-ақ бұған акиматтан үй кезегінде тұрғандар да қатыса алады. Ал қандай үй алуға болады десек, онда егер де ірі мегаполистерде Алматы, Астана, Шымкентте тұратын болсаңыз, сіз бірінші нарықтан, яғни жаңа үйлерден ғана ала аласыз. Ал егер де басқа регион болса, бірінші нарықтан да, екінші нарықтан да үй алуға мүмкіндігіңіз бар. Сумасына келетін болсақ, Алматы, Астана, Шымкентте 30 миллионға дейін, басқа аймақтарда 18 миллионға дейін сізге ипотека берілетін болады. Сондай-ақ бұл бағдарламаның негізгі шарттарының бірі, үйлі болғысы келетін адамның өтінім берген кезде 5 жыл бойына басында баспанасы болмауы тиіс. Яғни сіздер ерлі-зайыпты болсаңыздар, екеулеріңіздің де аттарыңызда ешқандай үй болмауы керек. Бұрын, егер де мысалға 7-20-25 бағдарламасын алатын болсақ, сіз 2019 жылы үй алып, 2021 жылы қайтадан заявка тастауға мүмкіндігіңіз бар болған, ал қазір ондай ешқандай мүмкіндік жоқ. 5 жыл бойы сіз таза болуыңыз қажет. Бұл бағдарламада ұпайлық жүйемен есептеледі. Сіздің мысалға вознаграждение демесе, сыйақыңыз 1000 теңгеден асатын болса 5 балл беріледі. Депозитіңіз 18 айдан артық болса ашылғанына, онда тағы да 5 балл. Егер отбасы болсаңыз 10 балл, бала шағаңыз болса 50 балл. Солай барлық ұпайлар есептеліп, ең жоғары ұпай алғандар өтетін болады. Заявканы 1 марттан 30 сәуір аралығында бере аласыздар. Отқан жағдайда сіз банкке барып, өзіңіздің төлем қабілеттілігіңізді 40 күн ішінде дәлелдеуіңіз қажет. Сондай-ақ соңғы 6 айдың пенсион отчисление туралы анықтамасын, яғни зейнетақы қоры туралы анықтаманы өткізуіңіз қажет болады. Сол үшін де сізден доход болуы талап етіледі. Және де тағы да басқа осындай шарттарының барлығы 1 март күні жарияланатын болады. Оның ішінде депозитіңізде 1 миллионнан кем болмауы қажет, ашылғанына 18 ай толуы керек тәрізді талаптары бар. Сондықтан да қазірден жинақтарыңызды уақытылы салып, осы бағдарламаға қатысуға дайын болыңыздар. Мүмкін бақтарыңыз жанып, биылғы жылы үйлі болуға үлкен мүмкіндіктеріңіз бар болады. Баршаңызға сәттілік. Разработали программу 9-20-25. И с 1 марта уже запустим ее через Отбасабанк. И туда мы направим 150 миллиардов тенге. Это 50 миллиардов Отбасабанк из своих. То есть мы не будем брать дивиденды в бюджет, а даем эти деньги на кредитование молодежи. Плюс 100 миллиардов Отбасабанк привлекает с рынка. И такой вот достаточно большая сумма, 150 миллиардов, будет направлена именно для молодежи, для улучшения жилищных условий. Для тех, у кого не было жилья, будет возможность получить. Эта ставка 9%, но это, конечно, не 20%, это намного меньше, но она будет дальше снижаться по мере того, как наша базовая ставка Национальным банком, которая установлена, сейчас на уровне на 15,25, она будет снижаться, соответственно, и эта ставка будет снижаться. Такую программу мы запустили, и она будет ежегодно работать, и порядка ежегодно 8 тысяч молодых семей смогут приобретать жилье на льготных условиях.